Біздің өміріміздің сапасына әрбір көрген нәрсеміз, айтқан немесе естіген сөздеріміз, тіпті ескеген иіс және қандай адаммен, қандай ортамен қарым-қатынаста болдық, соның барлығы әсер етеді. Қалайша? Мысалы, сіз телесериалдарды қараған жақсы көресіз, иә? Түріктің немесе Кореяның. Ойбой, ана Бәтима апа жылап отыр, оның келіні баласын тастап кетті деген сияқты нәрселер. Сол телесериалдағы бағанағы сол Бәтима апаның сезімін сіз өзіңіздің жүрегіңізге әкеліп сезінесіз. Сіздің санаңыз бұл нәрсе сол телевизордегі Бәтима апада болып жатыр ма, немесе сізде болып жатыр ма, ажырата алмайды. Сіз өзіңізге қабылдадыңыз, сіздің санаңыз ойлайды, бұл яғни сізде болып жатыр, сіздің өміріңізде болып жатыр. Және бұл кеңістік үшін, яғни вселенная үшін, біздің сезіміміз бұл тапсырыс, заказ. Яғни сіз мысалы өзіңізді аясаңыз, ойбой, мен сондай бейшарамын, немесе Бәтима апа сол тіпті бұл өмірдегі Бәтима апа емес, ана телевизордегі Бәтима апа қандай аянышты күйде қазір деп соны аяйсыз, иә? Сол кезде бұл кеңістік сізді келіп басыңыздан сипамайды. Ой, сіз қандай сондай басқа бір адамды аяп отырсыз, қандай жақсы адамсыз деп сізді келіп бүйтіп сипамайды. Сізге әкеліп кәмпит бермейді жұбатайын деп. Жоқ, керісінше, сол сезім осы кеңістік үшін тапсырма. Осы сезімге байланысты басқа бір жағдайлар, басқа бір оқиғалар сіздің өміріңізге магнит сияқты тартыла береді. Яғни сіз осы бір вибрацияда отырсыз. Менің кредитім бар, менің күйеуім жұмыс жасамайды деген сияқты нәрселерді айта берсеңіз, бұл сізге тапсырыс, сізді ешкім аямайды. Уақытша бір көршілеріңіз, туыстарыңыз аяйды. Сіз содан бір жұбаныш табасыз, яғни сіздің санаңыз үшін, түп санаңыз үшін бұл жақсы нәрсе, иә? Бұл өмірден бір махаббат таба алмай жүрсіз, махаббатты сезбей жүрсіз, яғни осындай жағдайлар арқылы, яғни сізді аяс екен деп сториске бірдеңелерді саласыз, немесе бір ауыратын балдары болады, иә? Көп ана үшін, немесе ата-ана үшін осы нәрсе выгодно. Енді бұл жерде кішкене ауырлау тиетін шығар, бірақ сонда да. Көп адам сол ауыратын баланы өздері тартып алды. Тартты өзінің өміріне. Қалай? Бұл өмірден бағанағы жылулық, махаббатты сезгісі келеді. Біреулер аяса екен дейді. Осы кеңістік сол бағанағы тапсырысын орындады. Баласы арқылы, немесе өзінің өміріндегі бір жағдайлар арқылы, иә? Сол арқылы бұл адам басқа адамдардан внимание алады. Басқа адамдар бұл кісіге көңіл күйін аударады. Бірақ бұл қаншалықты жеңіс әкелетін стратегия. Жеңіс әкелмейді ғой. Сіз осы арқылы өзіңіздің өміріңізге орды қаза бересіз. Ал сіз бұл нәрседен шығуыңыз керек. Бірақ сіз сенбейсіз. Сіздің ойыңызша бұл мүмкін емес. Шынайы бақытты болу, шынайы бай болу басқа адамдарға лайықты, маған лайықты емес деп ойлайсыз. Ол бәріне лайықты. Сондықтан әр сөзге, әр айтылған сөздерге, әр естілген сөздерге, әр өзіңіздің жүрегіңіз сезіп отырған эмоцияға барлығына гигиена жасау керек. Тек қана дененің гигиенасы емес, немесе тістің бағанағы ауыздың гигиенасы емес, осы бір эмоцияларға гигиена керек. Бос әңгіме айтатын жерден кетуге тырысу керек. Бос сөз сөйлемеу керек. Мынандай сөз бар психологтардың арасында орысша, иә? Нужно говорить так, чтобы после каждого слова можно говорить аминь. Яғни сіз соншалықты әрбір сөзіңізге жауапты қарауыңыз керек, әрбір сөзіңізден кейін, сіздің айтылған сөзіңізден кейін аминь деп айтатындай
сол әмин деп айтуға лайықты сөздерді сөйлеуіңіз керек. Сосын мынандай нәрсе бар ғой, біреу ауырып жатса, ауырма деп айтады. Ауырма деп айтпау керек, жазылып кет деп айту керек. Екі сөздің вибрациялық толқыны екі түрлі. Ауырма деген сөздің ішінде ауру деген сөз бар, түбірі. Ал жазылып кет, жақсы болып кет деген нәрсе, оның вибрациясы басқа. Мағынасы бір болғанмен, бірақ вибрациясы екі түрлі. Сондай, сол сияқты, мысалы, ей, құлап қалма деп жатамыз, оның орнына дұрыс жүр, сақ бол балам деп айту керек, мысалы. Сол сияқты ғой. Сондықтан осы әрбір сөздер, әрбір эмоция біздің жүрегімізде эмоция құрайды. Сол эмоция бізге осы кеңістікке шашырайды, содан айна болып бізге әртүрлі жағдайларды тартады. Осы үй, осы кеңістік, осы киген киіміміз біздің жалғасымыз. Осы көріп жатырған айналамыздағы араласатын адамдарымыз біздің жалғасымыз. Яғни біздің ішкі сезіміміз қандай, өміріміз сондай. Сондықтан, мысалы 24 сағаттың ішінде 50%-ын сіз жақсы көңіл күйде болып, 50%-ын нашар күйде өткізсеңіз, сіздің өміріңіз ақ жолақ, қара жолақ, ақ жолақ, қара жолақ болады. Егер барынша сіз өміріңіздің сол 24 сағатын 70%-ын жақсы позитивті көңіл күйде өткізуге тырыссаңыз, сіздің өмірлік жағдайыңыз барынша сол позитивті болады. Өмірді бір күнде 100% позитивті өткізуге бола ма? Болады әрине. Мысалы, сіздің санаңыз дәл қазіргі көріп тұрған нәрсемен көзіңіз ашық кезде, сосын көзіңіз жұмған кезде бір қиялдайсыз ғой, бір көлікті немесе байлықты қиялдайсыз. Сол қиялмен қазіргі көріп тұрған нәрсеңізді санаңыз өзгерте алмайды. Санаңыз ойлайды, бұның барлығы сіздің өміріңізде болып жатыр. Сондықтан қазіргі көзіңізді ашып тұрған уақытта өміріңіз, айналаңыз онша керемет болмаса, барынша сол ұйқыға кетіп, немесе жатып алып, немесе серуенге шығып, қиялдаңыз. Бұл қиялыңыз сіздің санаңыз үшін, сіздің өміріңізде шынайы болып жатырған болып есептелінеді, сіздің 24 сағаттың ішіндегі көңіл күйіңіз барынша 50%-дан жоғары 70%, 80% позитивті болады. Сондықтан сондай жағдайларды өміріңізге тарта бересіз. Сосын бұл бір таудан бір домалаған балшық сияқты үлкейе береді, төменге түскен сайын. Сосын бұл балшық үлкен бір дәу тасқа айналады, және бұны тоқтату мүмкін емес болады. Сондықтан әрбір күніңіз бір ертегіге айналады. Мысалы, мен эспрессо кофесін ішіп отырмын, кішкентай ғана әдіс. Бірақ бұл эспрессо кофесі өзі кішкентай болғанмен өзі ащы және әсері мықты. Сол сияқты әрбір кішкентай айтылған сөз, сіз ойлайсыз, мысалы ауырма деп айттыңыз, жазылып кеттеудің орнына. Бірақ осы ауырма деген сөз ол бір эспрессо сияқты. Кішкентай болғанмен әсері мықты. Сондықтан жақсы сөз, жарым ырыс деген сөз бар қазақта. Яғни жақсы сөз айтсаңыз, жарым ырыс деген сол ырыстың жартысы ғана. Жақсы сөз айттыңыз ба, сол ырыс берекенің жартысы өзі сіздің өміріңізге келді деген сөз. Әрі қарай дело техники былай шыққанда. Әрі қарай сіз өзіңіздің іс-әрекетіңіз. Сондықтан бұл өмір, бұл киім, бұл түріңіз, денсаулығыңыз, жұмысыңыз сіздің ішіңізден шығып жатыр. Сіздің осы ішкі жан дүниеңіздің айнасы шашырап өзіңізге қайтып келгені сіздің жалғасыңыз. Сондықтан барынша өзіңізді осы халге әкеліңіз, осы күйге әкеліңіз, дәл осы сәтке әкеліңіз. Осы медитация арқылы болсын, немесе айналаңыздағы дыбыстарды тыңдау арқылы болсын, немесе көзіңізді жұмып қойып, бағанағы қиялдау арқылы болсын. Қайталап айтам, қиял сана үшін шынайы. Осы көріп тұрған видеоңыз қалай шынайы, сол сияқты санаңыз үшін миыңыздағы, басыңыздағы қиялда шынайы. Сондықтан барынша позитивті көңіл күйде вибрацияны көбейтіңіз. Рахмет.